Сізге мынандай сұрақ. Мына қазіргі кезде мына жастар саясатына негізі сол бағытта көптеген іс-шаралар ұйымдастырып, оған мемлекет тарапынан өте көп жаңа қаражат бөлінеді. Бірақ ол қаражат мен енді осы Алматы облысы бойынша жүргізген зерттеуім бойынша орнықты жұмсалмайды ол ақша. Осы бағытта жастар саясатын дамытамыз деп отырып, керісінше жаңағы көп ақша жұмсап, керісінше жаңағы жастар саясатын басқа бағытқа бұрып жатқан жағдайлар бар секілді. Осы бағытта қадағалау жұмыстары жүре ме сіздерде? Рахмет, Дина Балқашқызы. Әрине жүреді. Өйткені мына мемлекеттің ақшасы, халықтың ақшасы әрбір тиыны қайда кеткенін біз тиімді пайдалануын қадағалап отыруымыз керек. Бұл бағытта жұмыстар жүргізіліп отыр. Сіз айтып отырған мына гранттарға байланысты, мына қазіргі таңда өзіңіз білесіз, азаматтық бастамаларды қолдау орталығы бар. Осы қолдау орталығы арқылы және гранттар бөлініп отырады. Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының жұмысы жәнегі баршаға көрінеді, белгілі, оны цифрландыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен бірге қазіргі таңда бұл жерде мына комиссияның мүшелері сол бағыттарды бағалайтын негізінен 99% деп айтуға болады мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдері, осы сарапшылар осы баға беретін. Қазіргі таңда ашық деректер көзінде бұның бәрі ашық көрсетіліп отыр. Қанша ақша, қандай ұйымдарға қалай беріліп отырғаны, және де осы мына гранттарды бөлу мәселесі ашық жүргізіледі, тікелей эфир арқылы, мына YouTube каналында, Facebook каналында тікелей эфирдан көретін болсаңыздар, осы ашық жүргізіліп отырады, тікелей эфирлер жүргізіліп отырады. Бұл жерде орысша айтқанда человеческий фактор дейді ғой, адами фактор бұл жерде жоқ. Негізінен осы сарапшылар, негізінен осы үкіметтік емес ұйымдардың өздері бағалап, өздері бағытты көрсетіп отырады. Негізгі бағыттарға келетін болсақ, онымен бірге жәнегі бағыттарға келетін болсақ, бұл жерде қазіргі таңда жастар саясатындағы үлкен ауқымды мәселелерді атап өттім. Міне заңда қабылданып жатыр. Қазіргі таңда жастар жөніндегі тұжырымдама дайындалу үстінде. Бұл бағыттар өздеріңіз білесіз, бәріңізге қоғамда белгілі, бұл жұмыссыздықпен күресу, жәнегі тұрғын үймен қамтамасыз ету, балаларға, жастарға сапалы білім беру, сонымен бірге жастардың бос уақытын баулау, және де қауіпсіздігін қамтамасыз ету, осы бағыттар бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Нақты керек құжаттар керек болса, мен жазбаша жүгінсеңіз, мен сізге жазбаша түрде әрбір қаражаттың қай жерге кеткенін, не үшін кеткенін, сонымен бірге қандай нәтижелерге қол жеткізілген туралы жауап беруге дайынмын. Рахмет. Данияр Рамазанұлы, мен сізді бірінші күн білмеймін. Мен сізге мына Қазақстан Республикасының азаматшасы ретінде айтарым. Мына бағытта нақты жастар саясатына жұмсалған ақшаның орынсыз кеткендігі жайлы сізге нақты ақпарат беретін болсам, сол бойынша сіз жаңағы өзіңіз ары қарай соны қадағалауға алып, осы ақша орынсыз кеткені, жұмсалғаны дәлелденген болса, оған да шара қолдануға дайынсыздар ма жалпы? Міндетті түрде. Өйткені егер ондай олқылықтар жәнегі ондай кейстер орын алып жатса, тікелей бізге мына дәлелдемелеріңізбен бірге осы министрлікке хатты жолдаңыздар, дәлелдемелерін, біз оны қадағалап, тексеріп, шешім қабылдап, онда құқық қорғау органдарымен ол жәнегі мәселелер бойынша жұмыс жүргіземіз міндетті түрде. Рахмет сізге осылай азаматтық өзіңіздің борышыңызды орындап отырғаныңызға. Рахмет сізге, Данияр Рамазанұлы. Ең соңғы ұсынысым, мына ақыр жастар деп отырмыз, жастар біздің еліміздің болашағы. Әлбетте, жастардың алға басып, қазақ елінің жастары алдыңғы қатарда, алдыңғы шепте тұрған біз үшін өте үлкен мақтаныш болатын еді. Бірақ мына сол жаңа бағытта жұмсалатын мемлекеттің қаражаты далаға кеткеніне ішім ашып, бір ұсыныс жасайын деген едім. Қазақстан Республикасының азаматшасы ретінде, журналист ретінде, мына жастар саясатын егер біз дамытқым келетін болатын болса, әр өңірге стандартты түрде бір белгілі бір патриоттық мысалы іс-шаралар бар ма, соны ғана бекітсек. Ал енді біз ақша бөліп қоямыз да, нақты стандарт жоқ, әр облыс өзінше жаңағы жұмсайды екенде, өз жаңағы деңгейінде сол ақшаны пайдаланып кете береді, сіздерге тек қана қағаз жүзінде есеп береді, ал шын мәнінде ол шаралардың көбісі өтпеген екен да. Сонда біз кішкене жастарға басқа жағынан да кішкене бұрмалап жіберуге өзіміз себеп болып жатыр екенбіз. Сондықтан сіздерге ұсыныс мына министрлік ретінен жалпы нақты стандартты түрде 10
шара ма, мысалы бір жылына 20 шара ма өтсін нақты, қалған шара бойынша нақты бір жаңағы прозрачность дейді ғой, белгілі түрде барлық қоғамға көрінетіндей шаралар өтетін болса, нақты есебі де болса соның, сол кезде ғана жастарымыз дұрыс бағытта қозғалады деген ойдамын. Рахмет сізге, сұраққа нақты жауап бергеніңіз үшін рахмет. Рахмет, Дина Балқашқызы. Енді негізі тағы да тоқталып өтейін. Қазір мына осы жылдан бастап мына гранттар берудің тәртібі өзгеріліп отыр. Біз мына халықаралық тәжірибені зерттеп, осы бағытта жұмысты қолға алып отырмыз. Өзіңіз жаңа айтқандай, мысалы үшін әрбір өңір өздері де жәнегі гранттар арқылы саясатты жүргізе алады. Алайда министрлік осы салаға жауапты ретінде біз өңірлерге, жергілікті атқарушы органдарға өзіміздің ұсыныстарымызды беріп отырамыз біркелкі. Алайда жәнегі гранттарға келетін болсақ, өзіңіз және дұрыс айтып өттіңіз, жәнегі іс-шаралар, кейбір керексіз шаралар болып жатыр деп отырсыз. Оны біз қадағаладық, көрдік. Соған байланысты осы жылдан бастап грант беру және тәсілі тәртібі өзгеріліп отыр. Қазіргі таңда мысалы үшін өзіңіз және көтеріп отырсыз, мәселенің нақты біз мәселені көтереміз, сонымен қол жеткізетін нәтижені көрсетеміз. Ал жәнегі ортасында жәнегі мемлекеттік емес ұйымдар осы жәнегі нәтижеге, осы мәселені шешу үшін, өзекті мәселені шешу үшін нәтижеге қалай жеткізу керек? Бұл жерде жәнегі мына әрбір мемлекеттік емес ұйым өзінің творческий свобода дейді ғой, негізі осылай бостандық беріп отырмыз. Соған байланысты бұл жерде де мәселелер бар. Ұсынысыңызға көп рахмет. Мына жазбаша түрде ұсыныстарыңыз болса, жазбаша түрде бізге жіберсеңіз, бізге нұр үстіне нұр болып, біз осы жұмысымызда қолданайық. Қазіргі таңда біз осы мемлекеттік емес ұйымдармен де тығыз жұмыс жүргізіп отырмыз. Сіздің осы азаматтық позицияңызға көп рахмет.